Сәлем, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біз сіздермен адам мінезінің қызықты қырларының бірі интроверсия мен экстраверсия туралы сөйлесеміз. Сіздермен бірге мен Сейдахметова Дильнаваз және менің құрбым Насирова Айдын екеуміз осы подкастты қызықты етіп талқылайтын боламыз деген ойдамыз. Егер сіз мен кіммін деп ойлап жүрсеңіз, немесе достарыңыздың, әріптестеріңіздің мінез-құлқын жақсырақ түсінгіңіз келсе, дәл қазір бізбен бірге болыңыз. Олай болса, бастайық. Жарайды, енді тақырыпқа тереңірек үңілейік. Ең алдымен интроверттер мен экстраверттер деген кімдер? Бұл ұғымдар қайдан шыққан білесің бе? Бұл терминдерді алғаш рет Карл Юнг атты әйгілі психолог енгізген болатын. Ол адамдарды интроверттер және экстраверттер деп екіге бөлді. Интроверттер өз энергиясын ішкі әлемінен алады, яғни олар жалғыздықты ұнататын адамдар, ал экстраверттер керісінше олар энергияны сыртқы ортадан алады. Демек, интроверттер жалғыз уақыт өткізуді ұнатады, бірақ бұл олар тұйық дегенді білдірмейді, солай ма? Дәл солай. Интроверттер көп сөйлемеуі мүмкін, бірақ олар өте зерделі, байсалды, шығармашылыққа бейім келеді. Олар әңгімеге бірден араласпауы мүмкін, бірақ қажет кезде терең әрі ойлы пікір білдіреді. Ал экстраверттер ше, оларды көбіне көпшіл, белсенді, ашық мінезді деп сипаттайды ғой. Экстраверттер адамдармен араласқан кезде өздерін жақсы сезінеді, олар топтық жұмыстарға, көпшілікпен сөйлесуге, жаңа таныстар табуға құштар. Экстраверттер жиі көшбасшылыққа ұмтылады, өйткені олар қарым-қатынас жасағанда өздерін еркін сезінеді. Ал енді осы екі типтің арасында тағы бір топ бар ғой. Дұрыс айтасың. Оларды амбиверттер деп айтады. Яғни олар кейде интроверт, кейде экстраверт бола алады. Мысалы, бір адам үлкен ортада өзін экстраверт сияқты ұстап, еркін сөйлесуі мүмкін, бірақ белгілі бір уақытта жалғыз қалып, тыныштықта демалғанды жөн көреді. Сонда адамдар интроверт және экстраверт болып бөлінбейді ғой? Бұл белгілі бір шкала сияқты. Бір адам толық интроверт немесе таза экстраверт болуы сирек кездеседі. Біз көбінесе осы екі типтің арасында тепе-теңдікті ұстаймыз. Өте қызықты. Демек, әр адамның мінезі мен қарым-қатынасы өзінше ерекше. Енді қоғамда интроверттер мен экстраверттерге деген көзқарас қандай екенін талқылайық. Жақсы, енді ең қызықты сұрақтардың біріне көшейік. Қоғам интроверттер мен экстраверттерді қалай қабылдайды? Жалпы біздің мәдениетімізде экстраверттерге көбірек басымдық берілетін сияқты көрінбей ме? Қалай ойлайсың? Әсіресе қазіргі заманда экстраверт болу міндетті нәрсе сияқты сезіледі. Мектептен бастап университетке, одан кейін жұмысқа дейін бізден ашық, белсенді, көпшіл болуды күтеді адамдар. Экстраверттер тез танысып, өзін еркін ұстайтындықтан көшбасшылыққа да... Дұрыс айтасың. Мысалы, мектепте мұғалімдер кімге көбірек көңіл бөледі? Әрине, үнемі қол көтеріп пікірін ашық айтатын белсенді оқушыларға. Ал интроверт балалар өз ойын іште сақтайды. Оларды кейде тұйық немесе ұялшақ деп ойлап қалады. Солай. Университетте де, жұмыс орнында да интроверттер кейде көлеңкеде қалып қояды. Мысалы, жұмысқа қабылдау кезінде де өзін-өзі жақсы таныстыра білу, қоғамдық орындарда өзін жақсы көрсету, командалық жұмыста бейім болу деген талаптар жиі кездеседі. Мұндай жағдайда экстраверттер оңай байқалады. Ал интроверттер өз қабілеттерін көрсетуге мүмкіндігі аз болып қала береді. Бірақ бұл тек батыс мәдениетіне тән нәрсе сияқты емес пе? Қалай ойлайсың? Мысалы, кейбір елдерде, әсіресе шығыс мәдениетінде интроверттерге деген көзқарас басқаша. Мысалы, Жапония, Қытай сияқты елдерде байыптылық, сабырлық, көп сөйлемей, ісімен көрсету құнды қасиеттер болып саналады. Ондай жерлерде интроверттерге оң көзқараспен қарайды. Ал батыста керісінше ашықтық пен әлеуметтік белсенділік жоғары бағаланады. Сонда, демек, бұл біз өмір сүріп жатқан қоғамға байланысты ғой? Сондай. Бірақ қоғам экстраверт болуды талап етті екен деп, интроверттер өздерін өзгерту керек деген сөз емес. Әр адамның өзіндік ерекшелігі бар. Қоғамда да, жұмыс орындарында да әртүрлі типтегі адамдар қажет болуы да мүмкін. Негізі көп жағдайда біз қоғамдағы қалыптасқан пікірлерге сүйеніп, адамдарды тек сыртқы мінезіне қарап баға беріп жатамыз. Бірақ бұл әркімнің шынайы болмысын көрсетпейді.
Иә, қоса кетсек, мысалы Стив Джобс, Билл Гейтс сияқты әйгілі адамдарды алайық. Олардың көбісі интроверт болған, бірақ бұл оларға табысқа жетуге кедергі болмады ғой. Иә, солай. Менің ойымша маңыздысы адамның өзін тануы және өзіне сай орта мен қызметті таба білуі. Интроверттер мен экстраверттердің қоғамдағы орны тең, әрі әрқайсысы өзінің қабілеттерімен үлес қоса алады деп ойлаймын. Сондықтан бастысы өз ерекшелігіңді түсініп, соны дамыта білу деп есептеймін. Осымен бүгінгі подкастымызды тәмамдаймыз. Сіздерге пайдалы ақпарат бердік деп ойлаймыз. Келесіде кездескенше сау болыңыздар.